Не себепті ол халық Құдайға ренжіді? Неге осы адам баласы, яғни қатты сынға ұшыраған уақытта ол сенімнен тайып, не болмаса Құдайға реніш айтады? Құдай адамзатты сынаған кезде ең әлсіз жолдармен сынайды екен. Қиындықтар сендердің сенімдеріңді шыңдай түседі және төзімділікке үйретеді. Дәл сол қиындық келген кезде Құдайдың бізбен бірге екенін ұмытпау керек екенбіз. Бізге негізі Құдайдың жасаған керемет жақсылықтарын ұмытып кету ол өте оңай. Себебі біздің есімізде Құдайдың жасаған кереметтерінен гөрі бізге жасамаған нәрселері жадымызда сақталып қалады. Өзімнің өмірімнен айтып жатырмын бұл нәрселерді. Шайтанның негізгі мақсаты ол адамдарды бірлігінен айыру дейді. Көптеген адамдар мысалға бір табысты болса, жеңіске жетсе, адам табиғаты бейім бүкіл атақ даңқты өзіне алып қоюға да. Одан кейін Забур жырларында жазылған бір сөз бар. Барлық істеріңді жаратқан иеге тапсырып, оған сенім артсаң, ол сенің жолыңды түзейді дейді. Амандық пен тыныштық болсын, қымбат көрермендер. Өздерімізбен бірге әдеттегідей Киелі кітап подкаст бағдарламасы. Киелі кітап подкаст бағдарламасында біз осы Киелі кітапта жазылған Құдайдың сөзін өздеріңізбен бірге талқылайтын боламыз. Біз ұлан бауырым, қош келдің. Қош көрдік. Өзіңмен біз талай бағдарламалар бойына осы Құдайдың сөзін талқылап келе жатырмыз. Және де қазіргі таңда біз осы Мұса пайғамбардың Мысырдан шығу кітабының 17-ші тарауына келдік. Яғни өткен бағдарламада да сендер осы яғни ащы және тұщы су туралы талқылап өтіпсіңдер. Және де ол жерден де көп рухани шындықтарды аштыңдар. Құдай сендерге жар болсын. Енді бүгінгі подкастта да Құдай бізге жар болсын дегім келеді. Және де бүгінгі сұрақта осы Израиль халқы ол Син шөл даласынан шығып, яғни Рефем деген аймаққа келіп тоқтайды. И сол кезде халық арасында Құдайға деген, қалай айтсақ болады, бір реніш па, жоқ, сұраныс пайда болады. Яғни шөл далада адамдар қатты шөлдегеннен соң олар Мұсаға су тауып бер деп шағымдана бастайды. Яғни осы орайда өзіңе қояр сұрағым, жалпы не себепті ол халық Құдайға ренжіді? Және де келесі сұрақтың былай деп қорытындыласам, неге осы адам баласы, яғни қатты сынға ұшыраған уақытта ол сенімнен тайып, не болмаса Құдайға реніш айтады? Жалпы адамзат неге қиын кезінде сенімнен таюға сондай бейім дейсің ғой? Иә, мақсат, сені біріншіден көргеніме өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Сенмен бірге осылай бағдарламаны жүргізген маған өте ұнайды. Жалпы енді сұраққа келетін болсақ, Израиль халқы Құдайға не себепті ренжіді және неге қиын сәттер түскен кезде біз тез сынып қалуға немесе құлауға сондай нәрсеге бейімбіз. Алдыңғы подкасттарда да осы сұрақтар болған негізінде. Алдыңғы подкасттарда жалпы Құдайдың адамзатты сынаған кезде аштықпен сынаған кез туралы сөйлескен болатынбыз. Жалпы Құдай адамзатты сынаған кезде ең әлсіз жолдармен сынайды екен. Жалпы біз мысалға аштық немесе жаңағы шөлде болған кезде тәни жаңағы біздің мұқтаждықтарымыз кейде соншалықты басым болғаны кейде Құдайға да қарсы сөйлейміз. Енді біз мысалға Израиль халқының шөл даладан аштықпен шөлге тап болғанын көреміз. Енді осы жерді қарасақ, олар Мысырдан алып шыққан жаңа кереметтерді, Құдайдың қаншама жасаған рақымдылығын, соның барлығын бір сәтте ұмытты ғой. Жалпы біз адам баласы өзі сондаймыз, бұрынғы өткен өмірімізге қарасақ, қаншама қиындықтар болды біздің өмірімізде, бірақ та сол қиындықтарды біз жеңіп шыққан кезде Құдаймен бірге жеңіп шықтық. Қалай да болса Құдай бір кереметтері арқылы, басқа бір адамдар арқылы сондай қиындықтардан бізді алып шыққан сияқты, бұл халықты да сондай кереметпен алып шықты. Сол нәрсенің өзін, сондай кереметтің өзін тез ұмытып қалады екен адамдар.
Жалпы енді бірақ Құдайдың қиындықта біздің сынаған ол біздің сенімімізді әлсірету емес. Керісінше ол біздің сенімімізді шыңдау үшін бізді көбінесе сондай сынақтар жібереді екен. Өйткені дәл қиын сәтте біздің сеніміміз шыңдалады, шынайы сеніміміз көріне түседі. Мысалға былай қарайтын болсақ, Жақыптың хатында 1 тарау 12 аятында сынаққа түскен адам жалпы бақытты дейді. Өйткені ол сынақтан өткен соң өзіне жаратқан ие уәде еткен өмір тәжін алатын болады дейді. Одан кейін мысалға римдіктерді оқитын болсақ, 5 тарау 4 аятты оқитын болсақ, қиындықтар сендердің сенімдеріңді шыңдай түседі және төзімділікке үйретеді дейді. Жалпы сол қиындықтарды біз жеңген сайын, сол қиындықтарды Құдаймен бірге өткен сайын біздің Құдайға деген сеніміміз арта түседі. Дәл сол қиындық келген кезде Құдайдың бізбен бірге екенін ұмытпау керек екенбіз. Дәл біз жалпы сол туралы айтсақ болады. Енді біз көреміз ғой, сол шөл дейміз да. Шөлдегі су туралы, оқиға туралы айтатын болсақ, жаңағы Хореб тауындағы жартасты Құдай айтады оған соқ дейді, сол жерден су шығады дейді. Оның алдында жаңағы халық наразылығын білдіріп, Мұса пайғамбарға деген, сен бізді осы үшін алып келдің бе, біз деген малдарымыз бар еді, мынандай нәрсе, соның барлығын өлтіруге алып келдің бе бізді деп, жалпы Мұсаға емес, ол кезде Құдайға қарсылық көрсетеді. Бірақ Құдайдың деген жауабы, жалпы Құдайдың жауабы, жаңағы Хореб тауындағы жартасқа Мұсаға айтады, Құдай соны соқ, одан су ағып шығып, халық ішеді дейді. Сол Мысырдан шығу 17-6 аятта сөйтіп жазылған. Енді бұл оқиғаға келетін болсақ, бұл тек шөлді қандыру емес негізінде. Терең рухани нышан еді негізінде. Өйткені дәл осы жартас туралы Паулдың айтқан сөзі бар. 1 Қорынтықтарға арналған хатта 10-4 аяттарда айтады. Кейін елші Паул былай дейді: олар ілесіп жүрген рухани жартасынан ішті дейді. Сол жартас Мәсіх еді дейді. Жалпы біз оның алдында сөйлескен кезде жаңағы көктен жауған нан туралы, манна туралы, жаңағы ащы су мен тұщы судағы ағаш туралы сөйлестік. Соның барлығы Иса Мәсіхке меңзейді екен. Енді жаңағы ағаш, ащы суды тұщы суға айналдырған ағаш Иса Мәсіхке қалай меңзеді? Жаңағы құрбандық ретінде. Сол құрбандық келгеннен кейін, сол ағаш сол жерде суға құрбан болып, сол ащы су тұщы суға айналып, ішуге жарамды су болған сияқты. Енді осы жерде халық наразылық білдірген кезде жартастан Құдай өзінің су берді. Жалпы суды өмір суы деп те атаса болады. Өйткені жалпы жартасқа соғу оның айқыштағы азабының нышаны ретінде көруге болады. Ал одан шыққан су киелі рухтың рахымы. Жалпы жаңағы сол шыққан су адамдарға жай ғана шөлдерін қандыру емес, рухани ретінде тамақ береді. Мәсіх бізге шөлде өмір суын береді деп жазылған. Мысалға Жохан жазған 4:14-те кім менен ішсе мәңгі шөлдемейді дейді. Бұл жерде Иса Мәсіх өзін суға теңеп тұр да. Бұл су қарапайым біздің стакандағы су сияқты емес, ол рухани су. Жалпы рухани тағам. Құдайдың сөзімен де өмір сүреді деп айтады Иса Мәсіх. Сол сияқты біз Құдайдың сөзін тыңдаған сайын, Құдайдың сөзіне мойынсынған сайын, қандай да бір қиыншылық келген сайын Құдайға сенім артып өмір сүретін болсақ, ол біз жаңағы Құдайдың сөзін мен қорқытеніп жатырық деген сөз. Сол арқылы біз тәни нәрсе ғана емес, рухани жаңа тамақпен тамақтанып, ары қарай өмір сүре аламыз. Иә, өте жақсы жауап болды деп ойлаймын. Жаңа өзің де өте дөп басып айтып кеттің деп ойлаймын. Алысқа бармайық, біз өзімізден де бастасақ, ол бізге негізі Құдайдың жасаған керемет жақсылықтарын ұмытып кету, ол өте оңай. Себебі біздің есімізде Құдайдың жасаған кереметтерінен гөрі бізге жасамаған нәрселері жадымызда сақталып қалады. Өзімнің өмірімнен айтып жатырмын бұл нәрселерді. И маған ұнағаны мына жерде жаңа сен келтіріп кеттің ғой 6 тарауда. Жаңағы
жартастан жаңағы Ніл өзенін соққан таяғымен ұрған кезде су ағатыны, бірақ содан кейінгі аятты қарасақ, ол жерде не дейді Мұса, былай деп жазыпты, ол жерді Мұса Маса немесе Мериба деп атау беріп кеткен де. Яғни сол оқиғаларды ұмытпау мақсатында деп ойлаймын. Яғни Құдай жасады ол сол жерде. Біздіге де сондай бір, жастардың тілімен айтқанда, лайфхак дей ма, бізге де сондай қажет сияқты. Өйткені Құдай жасаған кереметтерін есімізден шығармау үшін белгілі бір дәрежеде өзіміздің еске салып тұратын бір нәрсені, еске салып тұратын бір күш сияқты. Мысалға, сондай бір мысалға біз айтатын болсақ, алдыңғы подкасттарда біз айттық қой, балаларыңа жаңа қалдырыңдар дейді. Осы балаларыңа ауыздан ауызға, сөзбе сөз барлығын айтып жеткізіңдер. Тек қана бүкіл балалар болғанда бүкіл ұрпақтарыңа дейді да, бүкіл әлем осы Құдайдың халықты қалай құтқарып алғанын ұмытпау үшін бүкіл әлем білсін. Бізге де сондай қажет сияқты деп ойлаймын да. Расымен де сен жаңа өте жақсы айтып кеттің. Себебі біз қазіргі таңда оқыған кезде біз адам тәніне қажетті нәрсені көріп отырмыз ғой. Яғни су, ол шөл далада жүргенде ол міндетті түрде қажетті. Ал осы тұсты рухани жағдайын, руханилықты сен атап өттің да. Бұл расымен де Иса Мәсіх, бұл адамның сол қураған рухына мәңгі өлмес рух сыйлайтын сол өмір бұлағы, өмір суы. Кел кітапты оқитын болсақ, Иса Мәсіх өзін көптеген жерлерде өзін сумен теңестіреді, яғни мәңгілік өмір суымен. Келесі сұрақ, осы 17-ші тарауды оқу барысында мұнда былай бір ой туды. Амелик тайпалар шабуыл жасаған кезде ол Мұсаға демеу болған адамдар бар. Яғни ол Харон және Хур деген кісілер. Осы кезде бізде, яғни күреске болады ғой, рухани күресте, жаңа өзім айтып отырған. Сол кезде бауырластардың жанында, яғни адамның қасында ол солай жаңағы Мұсаның қолын көтеріп тұрған кісілердей адамның болуы қаншалықты маңызды, және де біз өзіміз сондай адам болу үшін не істеуіміз керек? Жалпы сол жердегі сүйемелдеп тұрды ғой, енді жаңағы қолын көтеріп тұрды. Оның қол енді бұл жерге қарайтын болсақ, өте терең негізінде бұл жерде сұрақтар көп. Осы неге байланысты әртүрлі қоюға болады сұрақты. Енді бүгінгі сұрақ бойынша ғана жауап берейін. Бұл көрініс жалпы Мұса жалғыз болған кезде қолы түсіп кетсе, қолын көтеріп тұрды, қолын түсіп кеткен кезде қол талды ғой, енді түнге дейін тұрды дейді ғой. Сол қол талып кеткен кезде қасындағы жаңағы бауырлары келіп оған сүйемелдеп қолын көтерген кезде олар жеңе бастады. Қол түсіп кеткен кезде халық жеңіле бастады. Негізінде енді былай ойласа болады, Құдайға сол нәрсе керек па? Ол таяқты міндетті түрде көтеріп тұру керек па? Жоқ. Құдай айтса болды емес па? Ол бәрібір де жеңетін еді ғой деген. Енді адамдарға сондай бір сипат па, сондай бір көрініс па керек болды деп ойлаймын. Бір жағынан осындай тарих ретінде қалу үшін, екінші жағынан Құдайдың еркі солай болып тұр. Сол Мұсаның сеніммен, сол Мұсаның Құдайға деген сенімі сол жерде шынымен де сол жеңіске жетуге өте үлкен жаңағындай көмегін тигізді. Және бұл жерде Құдайдың еркі солай болып тұр, рухани бауырлардың бірлестікте болуының қаншалықты маңыздылық екен. Бір-біріне сондай қиын кездерде бір-біріне сүйемел болу, бір-біріне көмек беру. Жаңа қолын ұстап тұрған кезде де жалпы қауымның рухани отбасы сияқты, жаңағы бауырлардың рухани отбасы. Өмірдің ауыр сәтінде бізге сондай адамдар негізінде қажет. Ол мысалға дұға ететін, қолдайтын, түсінетін, тыңдайтын. Жалпы мысалға Галаттықтарға арналған хатта 6-шы тарау 2-ші аятта бір-біріңнің жүгін арқалаңдар, осылай еткенде Мәсіхтің заңын орындайсыңдар деп жазылған. Жалпы біздің Құдайдың бізге берген заңы ол бір-бірімізге көмек беру,
бір сүйіспеншілік қой енді біздегі ең басты заңдардың бірі бір бірімізге сүйіспеншілік көрсету деген ол тек қана сөзбен ғана емес, жалпы іспен де сол адамның қасында тұру, сол адамға жігер беру, қол талып кетсе қолын ұстап тұру, иә. Одан кейін нақыл сөздерде 4-ші тарау 9-10 аяттарда айтылған, екі адам бір адамнан артық, өйткені олар еңбектерінің жақсы нәтижесін көреді. Егер бірі құласа, екіншісі оны көтеріп алады дейді. Жалпы осы жерде біз үлкен нәрсені түсінеміз. Біздің бауырымыздан, қасымыздағы жүрген адамдардың өмірінде сондай қиындықтар болған кезде, сол адам үшін мен сен үшін дұға етіп жатырмын, мен сен үшін Құдайдан сұраймын деп айту ғана емес, жалпы нық сол адамның қасында болу, сол адамға жаңағыдай рухани жігер беру, қолдау көрсету, ол нәрсенің сондай маңыздылығы туралы айтады. Шынымен де сол адамды сүйетініңді іспен көрсету. Жаңағы қасында болу деген сияқты сол нәрселердің барлығы сенімнің жалпы көрсеткіші іс қой. Немесе сүйіспеншіліктің де ол жай ғана сөз емес, іспен дәлелдеу, бір-бірімізге бауырлардың арасында рухани күресте бауырластық біздің ең үлкен жаңа қаруымыз деп айтсақ болады деп ойлаймын. Иә, жаңа сен айтып жатқан кезде менің есіме, яғни біз ол нәрсені біз келесі жолы талқылаймыз 18 тарауда. Сол кезде, яғни менің де өмірімде енді айтып жатқандай жаңа адамдар болады ғой, біздің сүйенішіміз, бізге ақыл кеңес айтатын адамдар бар. Сол кезде менің өмірімде бір жағдай болған кезде ол кісі былай айтады да, яғни бұл шайтанның негізгі мақсаты ол адамдарды бірлігінен айыру дейді. Яғни егер бізде қазір сол бірлік болмаса, онда біз еш нәрсеге андай күшіміз жетпей қалады. Сол себепті басыңа қандай жағдай іс түссе де оны бірінші Құдай сөзімен сарала дейді. Сен қазір өзің нақыл сөздерді жаңа келтірдің да, ол басқа аятында өз ақыл санаңа сүйену жүрме, сені шын жүректен жаратқан, бар жағдайда мойынды Тәңірің, сонда ол тура жолмен жетелер сен дейді. Яғни біз адамилыққа салатын болсақ, яғни біз кейде ренжуіміз мүмкін бағанағы басында Құдайға. Неғып мен қиын жағдай кезде неғып мен кеп қолымнан сүйемейді деген сияқты ше. И сол моментте айтады да, ең бірінші қандай жағдай болмасын, шайтанның сенушілерді жікке салып бөліп жіберуіне жол қойма дейді. Оған сенің билігің бар, себебі Құдай сөзі сенің қолыңда, сондықтан саралап шық деп ақыл кеңесін айтқан болатын. Аумин, Өте жақсы болды. Бірақ енді осы тарауды оқи келе соңына жеткен кезде, ол Иешуа бастаған әскер амалектиктерді ол тек қана Құдайдың құдіретімен жеңгенін көреміз. Яғни ол іс-қимыл болса да, ол жерде Құдайдың тікелей араласуымен бұл Израиль халқы жеңіске жетіп отыр. Яғни көптеген адамдар мысалға бір табысты болса, жеңіске жетсе, адам табиғаты бейім бүкіл атақ-даңқты өзіне алып қоюға да. Ал енді сұрақ, біз Мұсаның өміріне қарайтын болсақ, ол жерге бұл Мұса тағы да құрбандық шалып, сол жерге орнатып, біздің туымыз, жеңісіміз, яғни жаратқан ие деген сияқты ол жерге тағы да Құдайға даңқ береді. Енді біз қалай кеуде көтеріп мақтанып кетпей, бүкіл атақ-даңқтың бәрін Құдайға беріп үйрене аламыз? Не істеуіміз керек олай болу үшін? Иә, мақтансаң, кім мақтанса жаратқан иемен мақтансын, иә. Бірінші Коринттарға арналған хатта солай деп жазылған. Шын мәнінде біздің өміріміздегі барлық кереметтер, барлық біз осы өмірге, мен жақында әкем қайтты ғой өмірден. Сол кезде біз осы өмірге келген кезде ешқандай ештеңе алып келмейміз, алып кетпейміз де. Сол себепті осы өмірдегі барлық нәрсе ол Құдайға тиесілі. Біздің жеңісіміз де, барлығы жеңілісіміз де ол Құдайға тиесілі. И кейбір кезде біз өмірде бір жетістіктерге жеткен кезде, көзге кішкене бір көрінетін бір жетістіктерге жеткен кезде бізде сондай мақтаныш пайда болады. Біз жалпы адамзат мақтау сүйеміз ғой.
ата анамның мақтанышы болғым келеді, міне менің балам осындай деп айтқан естігім келеді мысалға, иә, немесе туған туысқандарыңның, басқалардың алдында сондай бір мақтаныш естігім келеді. Бірақ та сол мақтауды есту ол қалай айтсам болады, уақытынан орай сол Құдайдың беретін сыйын сол мақтаулар арқылы біз алып қояды екенбіз. Негізінде егер ойлайтын болсақ, иә. Және Құдай кішіпейіл адамды жақсы көреді. Ана Жақыптың хатында айтады, 4-ші тарау 6-шы аятта. Құдай тәкаппарларға қарсы, ал кішіпейілдерге рахым төгеді дейді. Біз кішіпейіл болған сайын барлық жеңісімізде, барлық жетістіктерімізде бұл менің арқам емес, бұл Құдайдың арқасында, Құдайдың жеңісі деп айтатын болсақ, Құдай бізді әрқашанда бізді сол ары қарай баталайды. Өйткені біз Құдайдың алдында кішіпейіл боламыз. Одан кейін Забур жырларында жазылған бір сөз бар. Барлық істеріңді жаратқан иеге тапсырып, оған сенім артсаң, ол сенің жолыңды түзейді дейді. Кейбір кезде біз мақтанатын нәрселер де ол мүлдем мақтанатын нәрсе емес болуы да мүмкін. Сіз үшін мақтаныш болса, Құдайдың алдында ол мақтанатын нәрсе емес. Сондықтан біздің барлық жасап жатқан істімізді Құдайдың сөзін және өзін соны түсініп, соған орай, Құдайдың сөзіне сай жасаған қызметтеріміздің жемісі ол шынайы жаңағындай мақтаныш сияқты да. Бірақ кейбір кезде біз өзіміздің физикалық тұрғыдағы осы бір өмірдегі жетістік, байлық немесе басқа да нәрселермен мақтанғымыз келеді. Бірақ Құдай үшін ол нәрсе ешқандай маңыздылығы жоқ. Оған сенім артсаң, Құдайға барлық қиыншылықтарда сенім артып, сол кезде жеңіске жеткен кезде сол нағыз мақтаныш. Мұса пайғамбардың қолын көтеріп тұрып, таңнан кешке дейін қолы талып бара жатса да, сол сеніммен сол таяғын ұстап тұрды, иә. Сол сияқты бізде қандай қиыншылық болған кезде сенімде нық тұру, аяқта нық тұру, қанша шаршасақ та сол кезде шыдамды болу, и рухани бауырлардың бір-бірімізге деген жаңағыдай көмек болып, соларға тіреніш болып, сүю болу, сол ең маңызды нәрсе. Не сол нәрсе ол өте мақтанышты нәрсе деп ойлаймын. Кішіпейілдік өзіңді жалпы төмен санау емес. Ол барлығы Құдайдың рахымымен, Құдайдың батасымен болып жатыр деген нәрсені мойындау. Күн сайын жаңағы өзіміздің барлық нәрселер үшін, осы тірі жүргеніміз, денсаулығымыз үшін, барлық үшін Құдайға шүкіршілік ету, әр жетістікте әрқашанда Құдайға сол Құдайдың атын мадақтау деп ойлаймын. Енді Мұса айтқандай, біздің туымыз ол жаратқан ие дейді. Сондықтан әрбір біздің жетістігіміз, жемісіміз сол Құдайдың арқасында, соны мойындау арқылы біз кішіпейілдік көрсетеміз. Жарық боламыз, нұр боламыз. Иә, аумен, дұрыс айтасың. Осымен бүгінгі біздің саған деген дайындаған сұрақтарымыз мәресіне жетті деп ойлаймын. Рахмет саған осындай терең жауап беріп жатқаныңа. Құдай сені әрі қарай да баталап толтырсын өзінің бүкіл даналығы мен білімінің қазынасына. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі таңда егер қорытындылай келсек, подкастты, ол ең біріншісі ол біз тәни қажеттіліктен гөрі біздің жан дүниеміз, яғни рухани қажеттіліктерге мұқтаж, яғни ол өмір суын беретін ол Иса Мәсіхке, және де екінші жаңа ұлан бауырым айтып өткендей, бізге қаншалықты дәрежеде қиын болса да ол сеніміміз әлсіремей, яғни қолымызды көкке қарай көтеріп тұру, яғни үшінші шындық бұл өмірімізде қандай жағдай орын алмасын, жеңіс болсын, жеңіліс болсын, оның барлығы жаратқан иеге, яғни мақтанғымыз келсек те өзіміздің қандай да бір қабілеттерімізбен, басқа да іс-әрекеттерімізбен, бірақ Паул айтқандай, мен барлығын түкке тұрғысыз сыпырынды деп санаймын деп, тек қана
жаратқан иенің атымен, яғни оның істеген іс әрекеттерімен мақтаныңыз деп тілек айтқымыз келеді. Яғни бізге де өздеріңізге де соны тілейміз. Құдай жар болсын. Аумин.